Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз куриный шашлик жасаймыз. Духовкада өте тез дәмді болып шығады. Ең біріншіден куриный грудтарымызды алып, жуып, жақсылап, одан кейін дәл осылай төрт-пірлеп турап шығамыз. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін үстіне тұзымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды және де қызыл бұрышымызды қосып, одан кейін соевый соусымызды қосып, жақсылап араластырып, 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Одан кейін сосындай тәтті бұрышымызды дайындап қоямыз. Дәл осылай төртбұрышты қылып, онда турап қоямыз. Барлығын турап дайындап болғаннан кейін біз міне 1 сағаттан кейін алып, одан кейін осындай шпажкамызге алма кезек салып, осылай барлығын дәл осылай дайындап аламыз. Өте әдемі әрі тез жасалады, оңай жасалады. Дәл осылай жасап, қонаққа ұсына берсеңіздер болады. Мінекей барлығын дайындап қойдық. Енді 180 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Духовкаға салып аламыз. Мінекей біздің шашликтеріміз дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсамал.